Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Корея асханасы мәзірінен корндоктың тағы да бір ерекше қытырлақ дәмді болып шығатын түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұн, жылы су, тұз және құрғақ ашытқыны салып, барлығын араластырып, бір келкі массамызды шығаратын боламыз. Осындай қоймалжың әдемі массамыз шығады. Енді осының бетін жауып, көтерілгенше аздаған уақытқа қалдыратын боламыз. Міне енді осы уақытта дайын болды. Көтеріліп дайын болған қамырымызға енді сосискаларымызды батырып пісіріп алатын боламыз. Мен осылай ортасынан бөліп дайындап алдым. Мен ыдысым кішкене болған соң, соған лайықты түрде осылай дайындап алдым. Бүтін қылып пісірсеңіздер де болады. Және шпажка, таяқшалар мен панировочный сухариктер қажет болады. Шпажкамызге осылай сосискаларымызды түйреп дайындап аламыз. Және осылай қамырымызға, тестамызға бір батырып, айналдыра батырып, сухаригімізге аунатып алатын боламыз. Барлығын осылай кезек-кезек батырып, дайындап, пісіріп алатын боламыз. Енді алдын ала қызып тұрған орташа жай отта барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам піседі. Осылай ішіне батырып салып пісірсеңіздер де болады. Не осылай дайын болады. Өте жылдам әрі дәмді ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұл қызы.